Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ болып шығатын қошықтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға секер, жұмыртқа және сүтті салып, араластырып, содан соң жұмсақ бөлме температурасында сары майды саламыз. Тағы да араластырып, үстіне ұн және қопсытқышты салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илейміз. Қамырымызды алып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз шамамен. Одан соң қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Өте жұқа да емес, қалың да емес етіп, оқтауымызбен жайып, кез келген формада келтірсеңіздер болады. Мен осындай дөңгелек формада келтіріп, қошықтарымды кесіп алдым. Қалауыңша кессеңіздер болады. Неше түрлі формада. Осылай қошықтарымызды дайындап аламыз. Содан соң жұмыртқаны жағып, бетіне сары уызын немесе жұмыртқаны жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен қызарғанша пісіреміз. Осымен қошықтарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан жұмсақ және де тәтті болып шығады. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіз.